Саламатсыздар ма? Біз бүгін духовкада ерекше лепешка жасайтын боламыз. Так, ол үшін бізге 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су, 1 ас қасық дрожж, 1 ас қасық қант және 50 грамм май. Жасылап араластырамыз. Және 2 стакан ұн саламыз. Қоймалжың кәдімгі тесто болғанша. Нанның тестосы сияқты. Қамырын жұмсақ жасалыну керек. Тестамыз дайын. Енді бетін жауып салафанмен жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Лепешкамыздың ортасына начинка, яғни салмасын дайындаймыз. Кешіріңіз. Нақтырақ айтсақ, күлше дайындаймыз. Күлше деген дұрыс ешкім түсінбейді. Ешкім маңызды емес, түсіне ма, түсінбей ма. Маңыздысы біз қазақ тілді каналымыз. Біз қазақ тілді дамытуымыз керек. Біз сияқты жастар қазақ тілін қолға алып дамытпаса, кімдер қазақ тілін? Жаншын мейлі ғой? 1,5 жуа турайын деп тұрмын мен. Картошкамызды суға пісіріп аламыз. Үстіне сары май, сливочный май саламыз. Біздің жағдайда үйдің сары майы. Мен жасып күйеуіме көмектесіп жүрмін. Сүт қоспай қоюға да болады. Бірақ маған сүт қосқан ұнайды. Молочный дәм жұқтырады. Обычно тамақтарға да пюре жасаған кезінде сүт қосады. Білетін жүрсіздер енді тақта. Осылай. Екеуі жетіп қалар. Қазір жетпей жатса қосамыз. Бізде картошка бір 6-7 орташа картошка мына жерде. Тестамыз 20 минут тұрды. Көтерілді. Енді жақсылап түсіріп аламыз. Енді домалатып аламыз сатымдап. Енді осы бөліктерді домалатып шарик қылып аламыз ба? Нанымызды осылай 8 бөлікке бөліп, осылай домалатып аламыз. 5 минут осылай тұрса да болады, или сразу істей берсеңіздер де болады. Жауымыздың үстіне 1 ас қасық томат саламыз, араластырамыз. Осы жуамыздың үстіне жаңағы езілген картошкамызды саламыз. Бұл тағамның бір ерекшелігі осында. Егер паприка болса, үйде паприка қосып жесеңіздер де болады. Бізде болмайды. Бірақ осылай да әдемі. Дайын болған начинкамызды нанымыздың ортасына саламыз.
Енді нанымызды ортасынан былай бүктейміз. Екінші нанымызды да дәл солай. Оппа. Енді лепешкамызға узор жасаймыз. Или сәндейміз бе, қалай айтамыз. Так, тестамызды дайындадық. Енді былай лепешкаларымыз узор салдық. Енді екі жағынан былай созып, тартып формаға келтіреміз. Осындай ұзын-ұзын қылып. Лепешкаларымызды созып противенға салдық. Бір жұмыртқаның сарысына сүт араластырып. Мен оператор болайын деп шештім. Дұрыс түсіре алмайды екен ғой, оказывается. Осылай жұмыртқаның автоматически каналды алып қойған дейсің. орнын өзгеріп кеткен ба? Үшеуіне де осылай жолтоқты жағып шығамыз. Барлық жерін қалдырмай жақсаңыздар, барлық жері бірдей жылдылдап шығады. Кетті. Жақ болған кезде көрсетеміз. Жұмыртқамыз жағылды. Енді 80 градус духовкаға 20 минутқа қоямыз. Алдын ала қыздырылған пеш болғаны өте маңызды. Лепешкамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тіл келеді. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар. Түрлері аппетитный. Прям, қараңыздар. Андай воздух прям күшті. Андай әйтпек қылмайым. Күшті. Ал көрейік дәмі. Отағасы. Андай кобра бар. Не дейді? Қалай дейді басқа жақта? Огонек. Мен өз жағында, біздің өзіміздің жағымызда огонек дейді. Тесто 10/10. Супер. Керемет. Неге жабысып қалды десеңіздер, бумаганың түрлері болады. Біз байқамай басқасын алып қойдық. Оның сыртында жазып помидор. Мынау обычный помидор, огонек, красный қызыл бұрыш и чеснок қосып. Біздің сондай свежий даже соусыңыздар бар, балғын. Дәмі күшті. Супер. Өте керемет. Міндетті түрде жасауға тұратындай. Ал бізге ас болсын. Сіздерге жасауға кеңес беремін.